Құрмет халайық, Америка мен Иранның арасында келіссөздер басталды. 2 аптаға бұлар қақтығысты тоқтатуға келісе алды. Бұл жаңалық бүкіл әлемде мұнай шикізат нарығын тұрақтандырды деп айтсақ болады. Мысалы, мына Ормуз бұғазы жабылғаннан кейін мұнай бағасы, Brent маркалы мұнай бағасының $100 асып кеткенін білесіздер. Бұл әлемдік саудада энергетикалық әлеуеттің қаншалықты маңызды екенін және бұлар саясатта өте маңызды күшке ие екенін көрсетті. Бір ғана Ормуз бұғазының жабылуы мұсылман әлеміндегі, мына араб әлеміндегі мұнай тасымалын қалай тоқтатқанын көрдіңіздер. Нәтижесінде тіпті Үндістанға Америка Ресейдің мұнайын, газын уақытша сатып алуға рұқсат беруге дейін барды. Ал Иранмен болған осынау соғыс Израиль Американың жүргізген саясаты сәтсіздікке ұшыраған сияқты меніңше. Өйткені бұлардың бастапқы жоспары, егерде Иранға бұлар басып кіретін болса, Америка мен Израиль күштері, онда өз басшыларына, яғни аятолласына, аятолла деп атайды ғой, наразы Иран халқы бірден бас көтереді деп ойлады да, көтеріліске шығып, мына жақта сыртқы күштердің араласуымен елдің ішінде ылаң салып, бүлікшілерді қаптатып, бұлар сырттан келген күштер оппозицияны билікке қайттан қарсы қойып жібереді. Бір сөзбен айтқанда, Иранның соғыс басталмай етіп тасталқан шығады, ыдырап кетеді деп жоспарлаған болатын. Бұл Израильдің жоспары болғанымен, Трамптың бұл жоспарға сеніп қалғаны, не болмаса сенуге мәжбүр болған дейміз ба, қалай дегенмен де бұл соғыстың басталуына себеп болған еді. Алайда алғашқы жоспардың күлі көкке ұшты. Трамптың әкімшілігіне, оның айналасында білікті генералдар бар. Олар Израильдің жоспарын мақұлдамағанымен Трамп бұған келісім берді. Өкінішке орай бұлардың жоспары іске аспай қалды. Трамп Иранды оңай шағылатын жаңғақ деп ойлап қалса керек. Бірақ Иранның төтеп бергенін көрдіңіздер. Және Иран халқы жұдырықтай жұмылып басшысының артына тұрды. Бұл Иран халқының расында да сыртқы басқыншыларға қалай төтеп бере алатынын көрсетсе керек. Енді америкалықтар басқа жолда, басқа стратегия ойластырады, басқа әдіс қолданады. Бұл әдісі енді өтпейтін сияқты. Бұлар менің ойымша Венесуэладағы тактикасын жүзеге асырам деп ойлаған шығар. Мадуроны барталып та президент апарып соттап жіберді ғой. Бірақ Иран мүлде басқа мемлекет. Иран да бір уақыттар, тағы айтамын, империя құрған мемлекет бұл. Мысалы, Ресейде де империялық кейбір ниеттер білініп қалатын болса, Ұлыбританияда да империялық ниеттер білініп қалатын болса, Иранда бір уақыттары Сасанилер, Парфия сияқты атақты империялар құрған, Парсы империясын құрған, сондай империялар дүниеге келген жер. Сондықтан Трампқа, не болмаса Америка, Израильге тактиканы қайтадан ойластыру керек. Не болмаса Иранды жайына қалдыру керек. Өйткені Трамптың қауырт соғыс дейміз ба, әлде Блицкриг жоспары дейміз ба, жүзеге аспай қалды, қалай дегенмен де. Енді қазіргі кезде әлемдік сарапшылар, экономистер, саясаткерлердің айтуына қарағанда, зерттеушілердің айтуына қарағанда, қазіргі кезде $100 төмен түсті. Алайда $100 айналасында қазір мұнай бағасы. Бірақ бұдан әрі құлдырап кетуі де мүмкін, мұнай бағасы түсе беруі мүмкін, не болмаса шарықтап кетуі мүмкін. Оның мағынасы, мына 2 апталық үзіліс бар ғой, бейбіт келіссөз бастауға белгіленген. Соның нәтижесіне байланысты 10 талаптан тұратын ұсыныс жолдаған Иран тарабы Америкаға. Енді осының негізінде Трамп та үміттеніп отыр, бейбіт келіссөздер басталады деп. Менің ойымша, бұлар Иран Американың дегеніне көніп, айтқанына көніп, айдағанына жүретін мемлекет емес деп ойлаймын. Қалай дегенмен де артында 80-90 миллионға жуық халқы бар мемлекет, алып мемлекет, және әлемдік саудадағы мұнай газды аш-салақанда жұмса жұдырығында ұстап отырған мемлекеттердің бірегейі осы Иран. Сонымен қатар Иранның саяси серіктестері де бар, ол Ресей, Қытай сияқты мемлекеттер. Америкаға жұлдызы қарсы болса да, бұл мемлекеттер Иранға жең ұшынан жалғасып қолдауын білдіріп отыр. Сондықтан Трамптың бұл жоспары жүзеге аспай қалды. Сонымен қатар бұл соғыстың тез аяқталуына Американың өз ішіндегі электораттың да қатты ықпалы жүріп жатыр. Өйткені Америка
Америкада Трамп біраз мәселені тізеге салып шешуге тырысқанымен, оған ұмтылғанымен, Трамптың жаңағы қалай айтуға болады, харизмаға толы саясатын бөгейтін күштер де бар. Өйткені Америка бұл бір монарх басқарып отырған, не болмаса король басқарып отырған мемлекет емес. Мысалы, Саудия сияқты, Сауд Арабиясы сияқты, не болмаса Иран сияқты, не болмаса Қытай сияқты қатаң режимдегі мемлекет емес. Америка сайланбалы жүйе қалыптасқан мемлекет. Трамп көп президенттердің бірі Америка үшін. Қазіргі кезде Американы басқарып отырған тұлға ертең бір университет, колледжде сабақ беріп отыруы мүмкін. Айдай әлемге өзінің жаңағы бір жерімді сүйгізем дегендей сөздер айтты ғой, тіпті Трамп, білесіз, сондай басшы ертең өзінің президенттік мерзімі біткеннен кейін қарапайым бір университетте, колледжде сабақ беріп отырған мұғалімге айналып шыға келуі әбден мүмкін. Бұл қалыпты нәрсе. Тіпті мүмкін жұмыссыз отырады. Мысалы, Байденді білесіздер ғой, қазіргі кезде ақшадан қиналып жүрген. Ал бір уақыттар Байден осы Трамптың алдында ғана Американы басқарған. Ал Америка, білесіздер, күллі әлемге жаңағы айтқанын істетуге ұмтылып отырған супер державасы деп айтсақ та болады шығар қазіргі заманның. Ал Трампта сол көп президенттердің бірі. Айтайын дегенім, бұл соғыстың тез аяқталуына әсер ететін бұл Иранның бір әскери күшінің мықтылығына, не болмаса, ол да әсер етеді, әрине, ол да шыдас беру керек. Мысалы, жаңағы Венесуэла сияқты бірден басшысынан айырылып қалған жоқ, басшысы тіпті өлген күннің өзінде де Иран ыдырап кеткен жоқ. Мысалы, Әли Хамини өмірден өтті ғой шабуыл кезінде, бірақ Иран ыдырап кеткен жоқ. Ал олар алғашқы осындай толқындарға төтеп бергеннен кейін Американың өз ішінде электорат Трамптың өзіне қарсы шыға бастады. Оның сыртқы саясатына, ішкі саясатына. Сөйтіп Американың ондаған штатында миллиондаған халық No Kings деген митинг бастады. Бүлік, яғни көтеріліс дейміз ғой, енді қарсы шыға бастады билікке. Трамп бүкіл істі тізеге салып шешу саясаты, оның президенттен гөрі монархқа ұқсап бара жатқаны, шешімдерді қабылдауда жеке дара өзінің харизмасына сүйенуі, айналасындағы әкімшілігімен ақылдаспауы, ішкі сыртқы саясаттағы жүргізіп отырған осындай агрессияға толы саясаты, бұның барлығы да қарапайым американдықтардың ашу ызасын келтіріп отыр. Сондықтан америкалықтар өз құқықтарына, бостандықтарына өте құрметпен қарайтын мемлекеттердің бірі. Сондықтан Трампты бұл соғысты тезірек аяқтауға мәжбүр етіп отырған өз халқы, қарапайым американдықтар. Алдағы уақыттар көретін боламыз. Енді бұл Иранның қойып отырған талаптары орындала ма? Бұл 2 аптаға созылған тыныштық уақыты Иран мен Израиль Америка арасындағы ары қарай жалғасын таба ма? Не болмаса соғыс өрті одан әрі өршіп кете ма? Ол жағы әзірге белгісіз.